Баршаңызға сәлем. Бүгін мен осындай майғамыр тамағын әзірледім. Ол үшін ең бірінші мен қамырын илеп бастырып қойдым. Өйткені қамырының июі қанып тұрса, өте әдемі болып жайылады және әдемі болып түсетін болады. Ол үшін сүт, су және де жұмыртқаның екеуін және де тұз қоса отырып жақсылап араластырып аламыз. Бұл жерде суды, сүтті үйдегі адам санына қарай көбейтіп азайтуымызға болады. Және електен өткізген ұнымызды қосып, жақсылап қатты етіп қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз жұмсақ болып қалмауы тиіс. Егер қамыр жұмсақ болып қалатын болса, біздің жаңағы майғамырдағы кеспелеріміз әдемі болып шықпайтын болады. Неге осылай жақсылап қатты қылып илеп бастырып қоятын боламыз. Бірнеше қайтара илеп тұруды ұмытпаймыз. Енді бетіндегі подливасына қажетті заттардың барлығын ашып, осылай дайындап, енді турайтын боламыз. Картопты мен осылай ерекше етіп кескенді жөн көрдім. Енді әркімнің өзінің қалауы, қалай кессе де майда бола ма, ірі болады ма, қалауларыңыз бойынша. Сәбізді де солай қалауларыңыз бойынша кесіп, дайындап қоюға болады, турап. Бұны да әрқайсысы өз қалауларыңызбен кубиктап турайсыздар ма. Енді қазанымызға майды көптеу етіп құятын боламыз. Және турап дайындап қойған етімізді салып, жақсылап қуыратын боламыз. Майғамырдың тәттілігі бұл оның бетіндегі подливасына байланысты. Сондықтан подливасындағы етті, пиязды өте жақсы етіп қуыру қажет болады. Қып-қызыл етіп қатты қуыратын болсақ, подливамыздың дәмі ерекше болады. Одан кейін мінекей сәбізімізді қосамыз. Барлығын араластырып, тұз қосып, сондай-ақ томатты қосуға болады. Немесе қызанақты турап қоссаңыздар да болады. Мен енді қызартып алу үшін томатты қолдандым. Мінекей осылай араластырып, қызарғаннан кейін бетіне тағы да помидор, тәтті бұрышымызды қосамыз, турап, сөйтіп және қуыратын боламыз. Капуста қоссақ та өте дәмді болады. Мен үнемі капуста қосып жасаймын. Яғни одан кейін оның үстіне жаңағы турап дайындап қойған картошкамызды да осылай салып, лавр жапырағын салып, жақсылап араластырып және қуыратын боламыз. Ешқандай су құймастан бірінші әбден қуырып аламыз, одан кейін ғана су құятын боламыз. Суды да көп құймаймыз, кішкене ғана батып тұрса болғаны. Тұзын салып, жақсылап араластырып, дәмдеуіштер қосамыз. Енді подливамыз дайын болғанша жаңағы бастырып қойған қамырымызды екіге бөліп, жайып алатын боламыз кезекпен кезек. Мен отбасымыздағы біздің сүйікті тамағымыз, және де отбасымызда бізде үлкен отбасы болғандықтан осындай үлкен-үлкен екі зуала жасаймын үнемі. Және бізде жиі жасап тұрамыз, өйткені бұл өте тойымды тамақ. Осылай мінекей әдемілеп қамырымызды жайып алатын боламыз. Қамырды тым жұқа етпейміз. Орташа қалыңдықта жаямыз. Өйткені кеспелеріміз дана-дана болып, бір-біріне жабыспай әдемі болып шығу керек. Бұл біздің қамырдың иленуіне де байланысты. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай қамыр қатты. Енді жайып болғаннан кейін осылай кесетін боламыз. Екіге бөліп, кеспені тым жуан етпей, тым жіңішке етпей, орташа кескенді ұнатамын. Осылай кесіп, арасына ашып-ашып, жайып қоятын боламыз. Мен осы қамыр дайындаймын дегенше суды қайнатып қойдым. Кеспелер дайын болған кезде сол қайнаған суға салып ала салатын боламыз. Мінекей подливамыз дайын болған кезде 2-3 минут бұрын ғана осындай сарымсақпен ащы бұрыштарымызды қосамыз. Мінекей суым да қайнап тұр. Жаңағы кесіп дайындап алған кеспелерімізді осылай себелете отырып салып аламыз. Бірденнен салмаймыз, өйткені арасы жабысып қалуы мүмкін. Себелете отырып салып алып, осылай араластырып қайнататын боламыз. Мінекей қайнағаннан кейін бетін ашып, осылай ыдысымызға салатын боламыз. Мінекей суын сырғап отырып, жақсылап салып аламыз ыдысымызға. Енді подливасының майын құйып, кеспелердің арасын жақсылап май жүргіземіз. Өйткені қамырларымыз бір-біріне жабысып қалмау керек. Одан кейін оның бетіне жаңағы
подливамызды әдемілеп салып алатын боламыз. Мінекей сүйектерін, етін барлығын араластыра отырып, мен жұмыртқа пісіріп, жұмыртқаны да бетіне турағанды жақсы көреміз. Мінекей осылай жұмыртқаны да бетіне турап себелеп қоятын боламыз. Мінекей майғамыр дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.